Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше ауызда ерейтін өте дәмді тефтели жасайтын боламыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Ол үшін біз тартылған ет аламыз. 400-500 грамм ет жетеді. Үстіне пиязды тураймыз. Ұсақ бөлшектерге тураңыздар. Видеода көрсеткендей турасаңыздар өздеріңізге ыңғайлы болады. Пиязды саламыз. Еттің мөлшерімен бірдей болса жеткілікті. Мен 2 пияз қостым. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. 2 қасық қара бұрыш. Паприка 1 қасық, яғни қызыл бұрыш, тағы да приправа салсаңыздар болады. Бірінші 1 жұмыртқаны араластырып көреміз. Егерде сол жеткілікті болса, онда 1-еуін салыңыздар. Жеткіліксіз болса, тағы да қосамыз. Жақсылап араластырыңыздар. Қысып араластырсаңыздар әдем болады. Мен тағы да екіншісін қостым. Маған ойымдағыдай жеткіліксіз болған жоқ. Күріш 1 кеседей саламыз, 1 пияла. Жақсылап араластырамыз. Енді 1 стакан 1 пиялаға су құйып алып, осылай көрсеткенімдей домалатыңыздар. Бірінші қолдарыңыз сулап алсаңыздар, өте оңай болады істеу. Өздеріңізге де ыңғайлы болады, тез бітесіздер. Жабысып қалмайды. Мінекей, істеп болдық. Біз енді соусына теркадан сәбізді өткіземіз. Майдағы өткізсеңіздер, тіпті керемет. Енді осыны сәбізді дайындап алдық. Помидорды тураймыз майдалап. Помидор қаншалықты көп болса, соншалықты өздеріңізге дәмді болады. Сондықтан помидорды көп қоса беріңіздер. 1-еуін қоссаңыздар да болады. Кемінде 3-4-еуін қосыңыздар. Помидорымызды біттік. Енді пияз қосамыз. Пиязымыз жақсылап турап алдық. Мінекей, бізде бәрін дайындап алдық. Енді қазанға қуырамыз. Қызып тұрған майға пиязды, сәбізді жақсылап араластырып, жақсылап қуырып алыңыздар. Одан кейін помидорды салыңыздар. Помидорды қосамыз. Жақсылап қуырып алыңыздар. Мен осындай мұздатылған болгар бұрышын қостым. Сіздерде бар болса қосыңыздар, қоспасаңыздар да болады. Пісерге жақын осылай блендермен өткізіп аламыз. Блендер болмаса, вилканың ұшымен бөліп шығыңыздар. Әдем болады. Осылай табаға салдық, яғни печканың табасына құйдық. Енді осыған тефтелімізді осылай әдем етіп салып аламыз. Бетін фольгамен жабамыз. Мінекей, әдемі. Осылай пісіріп аламыз. 30-40 минутта. Вот, әдемі болып шықты. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға, таныстарыңызға таратыңыздар. Рахмет, менімен бірге болғандарыңызға. Рахмет.